Сәлем қыздар, осылай бүгін торттың сыртына сурет салатын боламыз. Енді ганашты дайындау үшін бізге ең алдымен 240 грамм ақ шоколад, 40 грамм какао масло және 120 грамм сливки және 2 осындай бос ыдыс қажет болады. Ең алдымен какао масланы бос ыдысқа салып, газ плитада ерітіп аламыз. Міне еріген күйі осындай кәдімгі сұйық май тәрізді болып қалады. Осыған біз енді ақ шоколадты қосамыз. Жақсылап араластырып, және сливкиді де бос ыдысқа құйып, оны бөлек қыздырып алатын боламыз. Міне шоколад бізде еріді, барлығын газды тұрған жерінен ерітіп алдық. Енді сливкиміз де қайнап шықты, міне буы шығып тұр әлі. Енді осыны 3-4 бөлікке бөліп құятын боламыз. Осылайынан бірден құямыз. Бірден құйып жүрмейміз барлығын. Жақсылап араластырып аламыз. Қазір мына жерде шоколадқа осы сливкиді құйып отқан кезінде, мына жерде май менен шоколад ажырап кеткен тәрізді болады сіздердің көздеріңізге. Бірақ біз сливкиді құйып араластыра берсек, барлығы қалпына келеді. Енді барлығын осылай блендермен майдалайтын боламыз. Жақсылап араласу үшін бұл блендермен. Және бұны бір бос ыдысқа құйып, тоңазытқышқа кемінде 8 сағатқа жібереміз. 8 сағаттан кейін дайын болады біздің ганашымыз. Бұл холодильникке қойып қоятын болсақ, бір айлап тұра береді. Біз 8 сағаттан соң алып шықты ганашты. Енді микроволновкада ерітіп алдым. Мұны көріп тұрса, шет-шеттері еріп тұр. Осыны блендердің көмегімен жақсылап араластырып алам. Міне осылай дайын болды. Енді біз дайын тортты аламыз. Пленкасын алып тастаймын. Осындай шпательменен лопата қажет болады. Шет-шетіне жағып шығам. Тура кәдімгі кремменен обтяжка жасағандай обтяжка жасай береміз. Бізде торт салқын болу керек. Кемінде тоңазытқышта 5-6 сағат тұрған торт болу керек. Өйткені ганашты жағып отқан кезінде шет-шетінен кремдер ағып, бізге обтяжка жасауға кедергі жасауы мүмкін. Және ганашпен тез қимылдамасаңыздар, тез обтяжка жасамасаңыздар, олар тез қатып қалады сыртында. Өйткені құрамында шоколад бар. Сол себептен тез қатады. Осылай тегістеп обтяжка жасай береміз. Бізде дайын тортымыз. Енді бізге сыртына сурет салу үшін осындай қызыл краситель, қара краситель және осындай маркер болу қажет, бірақ маркердің болуы маңызды емес, егер болса өте жақсы. Және осындай бос ыдыс қажет, пластмасс кез келген осындай ыдыс болу керек, кисточка және менде мынау қызыл крышкадағы бұл спирт. Осы заттар қажет болады. Ең алдымен, егер де осындай пищевой маркер болса, контурын кішкене сызып шығуға болады. Егер де маркеріңіз болмаса, бірден кисточкамен сызуға да болады. Енді мен суға спиртті араластырып алдым, 50-50 қылып. Қара красительді жаңа пластмасс ыдысыма кішкенесін құйып алам. Кисточканы спиртке батырып, осы красканың көмегімен енді торттың сыртына сурет сала береміз. Жаңағы контурдың сыртынан бірінші сызып шығамын. Және қыздар, бұның еш қиындығы жоқ. Сіздің суретші болуыңыз міндетті емес. Осылай буталарды сызып шыға береміз. Әр буталардың шет-шеттеріне кішкене ботақшаларын сызсақ, сабақтарын ағашқа ұқсаған болады. Енді бізде гүлін сызу үшін осындай қызыл красительді құйып аламыз. Кисточканы спиртке батырып, осылай сурет салып кете береміз. Енді гүлінде салудың еш қиындығы жоқ. Осылай думалатып, сызып кете береміз. Кисточканы спиртке батырып, осылай сыза береміз. Осымен біздің сакура тортымыз дайын.